Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қолжетімді заттардан тұратын өте дәмді кекс дайындаймыз. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне 150 грамм қантымызды салып, миксермен немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамыз осылай аппақ болып ағарғаннан кейін үстіне 100 грамм сары майымызды саламыз. Майымыз осындай жұмсақ болуы керек. Барлығын біркелкі масса болғанша тағы да жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген жоғары сұрыпты ұнымызға ванилин, 1 шай қасық қопсытқышты салып, араластырып аламыз да жұмыртқалы массамыздың үстіне саламыз. Кекстің құрамының барлық мөлшерін описание бөлімінде қалдырамын. Осылай ұнымызды араластырып аламыз да үй температурасындағы сүтімізді құямыз және 1 ас қасық лимон шырынын қостым. Лимонның цедрасын қоссаңыздар да болады. Венчикпен немесе миксермен араластырып біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осылай қою, осындай қамыр болу керек және табамызды майлап осы қамырымызды салатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Кексіміздің бетіне глазур дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық қант ұлпасына лимон шырынын қосып, жақсылап ерітіп араластырып аламыз біркелкі масса болғанша. Кексті қалауыңызша әрлеуге болады. Өте жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.